Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын осындай қуырылған тұшпаралардың рецептімен бөлісемін. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жылы суымызға 1 шай қасық тұзды қосып, тұзымыз ерігенше кішкене араластырып аламыз. Және оның үстінен сұйық майды қосамыз. Мен 3 ас қасық сұйық май қостым, және оның үстінен еліктен өтіп дайын тұрған ұнымызды қосып, қатты қамыр илеп шығуымыз керек болады. Қамырымыз тым жұмсақ болып қалмау керек, қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илеп шығамыз. Қажетті заттардың мөлшерін астыдағы тұрған описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Видеоның атауының үстін басатын болсаңыздар, описание бөлімі ашылады. Содан қарап жасай берсеңіздер болады. Менде осындай тығыздықтағы қамыр иленіп шықты. Целлофанға салып, иі қанғанша жарты сағат уақытқа қоя тұрамыз. Осы аралықта арасына салатын салмасын дайындап аламыз. Табамызға сұйық майды құйып, оның үстінен барынша ұсақ етіп туралған осындай пияздарымызды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымды барынша осылай қызартып қуырып алдым. Енді осының үстінен тартылған етті қосып, оттың астын баяу қойып, етіміз піскенше жақсылап қуырып аламыз. Бұл жерде біздің етіміз майсыз болғандығы дұрыс, себебі майлы ет болатын болса, қуыру барысында майы еріп кететін болады. Және дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, 15-20 минуттың ішінде қуырып, осылай етімді таза пісіріп алдым. Екінші салманы картоптан жасайтын боламын. Картопты қайнатып пісіріп алдым. Дәміне қарай тұз қосып, осылай езгішпен жақсылап езіп аламыз. Картопымыз құрғақ болып қалмас үшін үстінен кішкене сүт қосып, тағы бір араластырып аламын. Сол кезде біздің салмамыз сочный болып тұрады. Осымен біздің картопты салмамыз дайын болды. Иі қанған қамырды алып, оқтаудың көмегімен жақсылап жая бастаймын. Қамырымызды қамырауқаттың қамырын жайғандай етіп, өте жұқа етіп жаю керек болады. Сол кезде біздің тұшпараларымыз қытырлақ болып пісетін болады. Міне мен қамырды осылай жұқалықта жайып шықтым. Жайып болған қамырымызды өзімізге ыңғайлы етіп, 4 бұрышты бөліктерге бөліп шығамыз. Дәл пельменнің қамырын кескендей етіп, кесіп дайындап алдым. Әрине көлемін өз қалауларыңызға қарай кесесіздер. Мен қатты ірі емес, майда емес, осылай көлемде кесіп алдым. Дайындап қойған салмамызды салып, жақсылап түйе бастаймыз. Түйген кезде жан-жағын қысып, жақсылап бекітіп түйуіміз керек болады. Себебі бос түйіліп қалатын болса, қазір майға қуыру барысында біздің салмамызды ашылып кетуі мүмкін. Салмамызды салып, жақсылап түйіп дайындап алдық. Енді қызып тұрған табамызға майды құйып, майымыз қызғаннан кейін оттың астын орташа отта қойып, тұшпараларымызды салып, екі бетін қызартып тұрып қуырып аламыз. Міне біздің тұшпараларымыз осындай қып-қызыл өте әдемі болып қуырылып шықты. Бойындағы артық майын алу үшін міндетті түрде қағаз сүлгіге жайып аламыз. Осымен біздің тұшпараларымыз толығымен дайын болып шықты. Өздеріңіз көріп отырғандай өте әдемі болып көтеріліп, әдемі болып пісіп шықты. Және бірін картоппен, бірін етпен, осылайша екі түрлі салмамен жасап шықтық. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, тұшпараларыңыз өте қытырлақ әрі дәмді болып шығатын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.